Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін, өте дәмді болып шығатын чебурекидің рецептісімен бөліскім келеді. Ортасы осындай қуыс болып, воздушный болып, өте хрустящий, қытырлақ әрі салмасының өзі сочный болып шығатын чебурекидің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен бізге бір дана жұмыртқаға 1 шай қасық тұз салып, жарты стакан сүт, жарты стакан су қосып, жақсылап араластыруымыз қажет. Қатты емес, жұмсақ емес, қамыр елейміз. Енді осы араласқан тұзы еріп араласқан массамызға 3 ас қасық сұйық май құямыз. Қытырлақ болу үшін. Мен чебурекиді етпен жасадым, салмасына ет қосып. Сіздер басқада түрін жасай берсеңіздер болады. Картоппен немесе жұмыртқа және жусаймен түрлері көп. Өздеріңіз қарайсыздар. Осылай міне қамырымыз өте керемет болып шығады. Енді бұны пакетке салып тындырып қоямыз. Енді кезекте салмасына кірісеміз. Тартылған етімізге ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Дәмдеуіштер саламыз. Тұз, бұрыш саламыз. Мен копченый паприка қостым. Содан соң осы салмамызға міндетті түрде салқын су құямыз. Салқын су құйып біркелкетіп араластырамыз. Қамырымыз еу қанды. Енді 30 данаға бөлеміз. Менде 30 дана шықты осы қамырдан. Енді фаршымызды жұқалап тұрып жаямыз. Қамырды өте жұқа қылып жаю қажет. Содан соң жан-жағын жақсылап бір-біріне жабыстыру керек, ашылып кетпеу керек. Ең алдымен мен құр өзін жабыстырдым, содан соң шанышқының көмегімен жабыстырып шықтым. Ашылып кетіп, майға түскенде суының бәрі сыртқа ағып кетпеуі қажет. Ендігі кезекте майымызды қыздырып аламыз. Бұл етпен чебуреки орташа отта пісуі қажет. Себебі арасында еті толықтай пісіп шығу үшін. Майды қатты қыздырмаймыз. Орташа отта қызғанша күтіп, жақсылап тұрып екі жақтан қуырып аламыз. Қызып тұрған майды осылай қасықпен үстіне құя отырамыз. Сонда осылай пузырчатый болып, өте қытырлақ дәмді болып шығады. Барлығын осылай пісіріп шығамыз. Осылай болып шықты. Дәмі енді өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәл осы қамырдан ас болсын.